Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Салмақты азайту үшін ұстану керек 5 қағида. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Салмақты жоғалту теріс энергия балансын, яғни калория тапшылығы сақтаумен тығыз байланысты. Мұны айту оңай болғанмен калория тапшылығын сақтау өте қиын болуы мүмкін. Сондықтан біз осыны ұстануда көмектесетін маңызды 5 қағиданы ұсынамыз. Бірінші қағида. Ұйқы. Егер ұйқыңыз дұрыс болмаса, аштық гормондары қалыпты жұмыс істемейді. Тамақ жеуге құмарлық артады да, және қозғалу үшін энергия болмайды. Сол себепті ең алдымен ұйқы режимін қалыпқа келтіру керек. Екінші қағида. Ақуыз. Денедегі бұлшықеттің мөлшері маңызды. Бұлшықеттің жұмысына және оның жиналуына ақуыз әсер етеді. Тамақ құрамында ақуыз болуын ескеріңіз. Үшінші. Күш жаттығулары. Бұлшықеттерді ұстап тұру үшін көбірек энергия қажет болады. Бұлшықеттеріңіз неғұрлым көп болса, жаттығу жасамаған кезде соғұрлым көп калория пассивті күйіп кетеді. Бір күнде қаншалықты көп калория жағуға болады, соғұрлым жетіспеушілік ықтималдығы жоғары болады. Барлығы бір-бірімен байланысты болады. Төртінші қағида. Кардио. Кардио жаттығулары салмақ жоғалту үшін нақты 100% қажет емес, бірақ олар күнделікті калория жоғалтуға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ стрессті азайтып, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады. Бесінші қағида. НИАТ. Дене жаттығулардан тыс тұрмыстық белсенділікке жұмсайтын энергия бар. Бұларда физикалық белсенділік түрі. Сол себепті жұмыстан шыққан соң жаяу жүруге немесе қозғалуға назар аударыңыз. Сондай-ақ жеткілікті мөлшерде су ішу өте маңызды. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Рахмет, сау болыңыз.